Қыздар, негізі барлығымызға ақша тауып бастау керек қой. Себебі ақшасыз қиын ғой. Күйеуден сұрайсың, ол міндет қылады, көңіліне қарап тұрасың. Я, үйде бала қарап отырсаң да, өзіңді біртүрлі сезінесің ғой ақшасыз. Біздің қоғамда өзі сондай. Ақшаң бар ма, сен адамсың. Сені құрмет қылады. Ал ақшасыз сен ешкімге керек емессің да просто. Тем более біз әйелдерде расход өте көп қой. Киім аламыз, уход жасаймыз, тем более баланың қаншама расходы бар. Утреннигі, киім кешегі. В общем, қаншама ақша кетеді. Есімде ақша табам деп психологияға алғаш келген кезде мышлениемен жұмыс жасағаныма қатты қуанам да. Себебі қазір мышлениемен жұмыс жасамағанда сол баяғы үйде отыратын едім ақшасыз. Сол мышлениемен установкамды дұрыстағаным арқасында өмірім бал ғой. Шүкір. Мысалы, ақша таппайтын Сымбат ханым, психолог, біздің менторлықтан өтіп, мышлениясын реттеп, қазір айына миллиондарын тауып жатыр ғой. Еще Дубайға саяхаттап келді ғой. Классно же. Біздің менторлықтан өткеннен кейін осылай от болып жанасың ғой. Идеялар келіп, миллиардтар табасың ғой. Деп қалжыңдасам, миллиондардан көп табасың ғой. Осы менторлықты мен 2 ай үйретемін. 2 айда мықты маман болып шығасың. Плюс қаншама өзің сияқты қыздарға пайдалы боласың да. Егер мен де миллиондар тапқым келеді, саяхаттағым келеді, мышлениеммен жұмыс жасағым келеді десең, менторлық жайлы ақпарат алу үшін биодағы сілтемеге өт.